шертетін, өмірімізде небір даңқты батырлар мен ақылынан билер, біртуар тұлғалар өткен. Олардың есімін жадында қайта жаңғырту мемлекеттік саясатымыздың басым бағыттары. Туған өлкем, тұнған тарих қазынам. Қозы-Көрпеш Баянсулу мазары 10-15 ғасырлар аралығындағы ежелгі сәулет өнері болып табылады. Яғни бұл мазар қай өңірде орналасқан? Аягөз ауданы Таңсық ауылына таяу Аягөз өзенінің оң жақ жағалауында орналасқан. Бұл мазар жайлы кімде зерттеген? Яғни 1771 жылы Фальк, 19 ғасырдың 30 жылдары Федор және 40 жылдары Шрек, 1856 жылы Шоқан Уәлиханов зерттеген. Ендігі кезде осы мазар жайлы айта кетсек, сыртқы пішіні, яғни сырт мінезі. Бұл мазар өзі күмбезденіп үйірме отын жасалған. Оның биіктігі өмірде 65 метр. Ал күмбезінен еденіне дейінгі ұзындығы 4-35 метр болып табылады. Оның әрбір қабырғалары гранит тастан қаланған. Оның қабырғасының қалыңдығы 1,86 метр болып табылады. Есігі шығысқа қарай қаратылған. Бұл мазардың қасында 4 тас бар, яғни ол 4 таста 4 адамның суреттері бейнеленген еді. Аңыздар бойынша бұл бірінші таста оның Баянсулудың өзінің суреті, екінші таста оның апайының, яғни қарындасының, сіңлісінің, ал үшінші таста оның анасының суреті бейнеленген. Төртіншісінде бізде сол қозының суреті салынған деп айтылады. Ел ішіндегі аңыз әңгімелерге келсек, яғни Қозы-Көрпеш пен Баянсулу мазарын Сарыбайдың інісі Тайлақ би жасатқан деп айтылады. Көбінесе бізде Қозы-Көрпеш пен Баянсулудың мавзолейі теміржол бекетінің оң жағында, 10 шақырым жерде Аягөз өзені орналасқан, яғни сол Аягөз өзенінің үстіңгі жағында орналасқан дейді. Аягөз Қозы-Көрпеш Баянсулу кесенесіне, яғни оның ескерткішіне қарасы бұл садаққа ұқсайды. Яғни ескерткіштің көздегені, яғни ол зұлымдық пен жауыздық. Және де зұлымдық пен жауыздық. Қозы-Көрпеш Баянсулу кесенесін құрастырған және де оны салған адамның осы күнге дейін жететіні және де осы ұрпаққа байланысты болып, ұрпақтар білетінін ойластырғандай. Қозы-Көрпеш Баянсулу кесенесінің қазіргі ұрпақтар барлығы біледі деп айтса болады. Олардың яғни қазақ елінде ұмытылмас қос ғашықтың жыры болып табылады. Ахтамбет Жырау мазары 18 ғасырға тән архитектуралық ескерткіштердің бірі болып келеді. Ол бізде Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Жүрек Құндыз ауылының маңында Жүрек жота төбесінде орналасқан. Жалпы біз Ахтамбет Жырау, яғни Ахтамбет Саралы туралы қысқаша мәлімет айтып кетсек. Ахтамбет Саралы 1675 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Қаратау өңірінде дүниеге келген. Одан кейін ол кісі 1768 жылы Шығыс Қазақстан облысы сол Абай ауданы Құндыз ауылының маңында Жүрек жота төбесінде жерленген болатын. Ахтамбет Саралы ол кісі сонымен қатар қазақ батыры, жырауы және қазақтың көне жыраулық мектебінің беделді өкілі, дипломат болып келеді. 12-де аттанып қылыш ілдің биіктікке деген сөзіне қарағанда, ол кісі жастайынан соғысқа барған ақын жыраулардың қатарына жатады. Және көбінесе жырауларында ол кісі бізде күнделікті тіршіліктің қыр-сырын, отбасы, ерлік және батырлық туралы тақырыптарды жақсы көтерген. Нақыл сөз, сынды қысқаша мақал-мәтелге шебер болған. 1742 жылы орта жүз рубашыларын Орынборда ант беру жан алысына қатысқан. Одан кейін тағы да 1738-52 жыл аралығындағы қазақ қалмақ соғыстарының көбісіне қатысқан дерлік.
ес білгеннен бастап 70 жыл бойы қылышсыз соғыстардың көбісіне қатысқан. Сонымен қатар бізде Семей облысы тарихи өлкетану мұражайы коммуналдық мемлекеттік мекеменің Айкөздегі филиалында бізде сол Ақтамбет жыраулының сауыты сақталған. Және бізде Айкөзде Ақтамбет жыраулының мүсіні орналасқан. Қудағысты Құттыбай шамамен 1695-1770 жылдары туылған. Найман тайпасының Қаракерей руынан шыққан атақты би болған. Арғы аталары Жанкөбек, Нарынбай билер. 1770 жылдары Абылай хан мен Әбілмәмбет ханның тапсырмасымен ол Пекинге Цин императоры Цинлунге елшілік бастап барады. Қазақ атынан елшілік бастап барады. Ол елшілік нәтижелі болып, оларға сауда жасауға Құлжа, Үрімжі және Шәуешек қалаларына келіп сауда жасауға рұқсат етілді. Құттыбай даналық, озық, оқулық, біліктілік, кісілік және батырлық, қаталдық бәрі бойынан табылған атақты би болған. Би Абылай ханның оң қолы алысқа салар болған. Құттыбай бидің баласы Байғара, немересі Ақтайлақты билер де айтылы адамдар болған.